Саламатсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Математика сабағы. 151-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару. Сабақтың мақсаты жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығаруды үйренесіңдер. Енді балалар, жанама түрде берілген сөз есептерді шығарайық. Бірінші тапсырмада оқулықтарыңызда көрсетілген. Лагерде мектеп алды дайындық сыныбынан 27 бала демалды. Бұл оқушыларға қарағанда 3 есе кем. Лагерде барлығы неше бала демалды? Алдымен балалар, оқушылардың санын анықтап аламыз. Ол үшін есептің мәтініне мұқият назар салыңыздар. Дайындық сыныбынан 27 бала демалуға келген. Бұл, яғни дайындық сыныбының оқушылары барлық оқушыларға қарағанда 3 есе кем. Енді оқушылар санын анықтап болғаннан кейін барлық баланың санын табамыз. Ол үшін тапқан оқушылардың саны мен дайындық сыныбының оқушыларын бірге есептейміз. Шешуін жазған соң жауабын жазамыз. Бірінші тапсырманың әсі де сондай есеп. Мұқият есептің мәтінін оқып, шешуін және жауабын табыңыздар. Келесі тапсырма амалдарды орында. Берілген 2-3 амалды өрнектерді орындаңыздар. Амалдардың орындалу ретіне мән беріңіздер. Келесі тапсырма өлшем бірліктерді өрнектеуге арналған тапсырма. Көрсетілген өлшем бірліктерді өрнектеп жазыңыздар. Келесі тапсырма теңдеулерді шеш. Сіздерге күрделі теңдеулер берілген. Осы теңдеулерді шешіп, белгісіз санды анықтаңыздар. Енді шығармашылық тапсырма. 7-ші тапсырмада сіздерге өрнектер берілген және өрнектің мәні анықталған. Жақша қою арқылы өрнектің мәні дұрыс шығатындай жақшалар қоямыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.